Достар, сәлем. Бүгін арнамда сіздермен осындай булочкидің рецептімен бөлісемін. Бұл булочкидің ерекшелігі ұзақ мерзімге шыдайды, көктемейді және қатпайтын болады. Рецепті описаниеда қалдыратын боламын. Дәл осы әдіспен сізде дайындап көріңіз. Қамырға қажетті заттарды мінекей дайындап алдық. Ашытқыға, яғни дрожжды мен осындай тірі ашытқы пайдаланамын. Үстіне қант салып және жылы сүтті құйып апара дайындаймыз. Ашытқы ерігенше араластырып 15-20 минутқа осылай қоямыз. Мінекей 20 минуттай уақыт өтті. Ашытқымыз бетіне көтеріліп, мінекей көбіршектер пайда болды. Ашытқымыз дайын, енді қамыр илейтін боламыз. Мен миксердің көмегімен илеймін. Оның үстіне сүтімізді құямыз және ванилин саламыз үстіне. Тұз саламыз, 4 жұмыртқа және ерітілген майды құямыз. Бастапқыда төменгі жылдамдықта, сосын орташа жылдамдықта миксермен қамыр илеп аламыз. Немесе қолмен де илеуге болады. Қамыр жабысқақ болады, бірақ артық ұн салмаймыз. Әбден иін қандырып, 5 минуттай илейміз де қамырды 1 сағатқа көтерілу үшін қоямыз. 1 сағаттан кейін көтерілген қамырды осылай қайтарып басамыз және тағы да 1 сағатқа жауып қоямыз. Тағы 1 сағат өтті. Қамырымызды тағы бір қайтарамыз және қайтарып енді 30 минутқа қоямыз. Сонда біз қамырымызды 2 қайтарамыз. 30 минут өткеннен кейін қамырымыз дайын болды. Қамырымыз жұмыс жасауға дайын. Осы қамырды мен 2-ге бөліп аламын. Жартысын салмамен, ал жартысын салмасы жасайтын боламын. Бірінші салмамен жасайтын қамырымды осылай жайып аламыз. Өте жұқартпаймыз, қалыңдығы осындай болады. Және де өзімізге қажетті формамен бөліп аламыз. Алдын ала салмасын дайындап қойдым. Бірі ірімшікпен қант араласқан және екіншісі курагамен қантты араластырып блендердан өткізіп алғанмын. Мінекей екі жағын кесіп, ортасына ірімшікті салып, яғни творогты және дәл осылай формасын келтіріп жасайтын боламын. Барлық булочкиді дәл осы әдіспен дайындап шығамын. Жаңағы қамырымыздың екінші бөлігін 30 граммнан бөліп аламын. Және қолымызбен осылай ұзынша етіп орап, мінекей осындай формада барлық бір орап, дәл осындай формада булочкиларымды жасап шығамын. Мен бұл жерде булочкиді бір түрінде жасадым, бір формада. Ал егер қажет болса, менің арнамда видео бар. Егер менің арнама кіріп, төмен қарай түссеңіздер, 25 түрлі булочкидің формасы деп аталатын видеом бар. Сол жерде неше түрлі формада булочкилардың жасау әдістері бар. Соған кіріп, қарасаңыздар болады. Дайын болған булочкиді бетін жауып, 25-30 минутқа көтерілу үшін қоямыз. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Немесе жұмыртқаның сарысына сүт қосып та жағуға болады. Ол кезде беті әдемі қызарып, жылтырап әдемі болып шығады. Және де булочкидің бетіне осындай ұн, сары май және қант араласқан ұнтақты сеуіп шығамыз. Өзім алдын ала қолдан жасап қойғанмын. Булочкиларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің булочкиларымыз дайын болды. Өте әдемі, әрі өте жұмсақ, дәмді булочки шығады. Ең бастысы, видеоның басында айтқандай, көпке дейін қатпайды, көктемейді, өзін формасын сақтап, біраз күн тұрады. Достар, менің видеоларымды қолдап, лайк басып, және өз ойларыңызбен комментарийда бөлісіп кетсеңіздер. Және егер менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып кетсеңіздер. Ас болсын!